Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда панкейктің ең дәмді әрі оңай дайындалатын рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осылай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқаға шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ешқандай миксердің қажеті жоқ. Қопсытқышымызды саламыз 1 қасық. Сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырамыз. Ұн салған кезде ең бірінші ұнды бірден салып жібермеңіздер. 2 бөліп, или болмаса 3 бөліп салған дұрыс. Егер бірден салып жіберетін болсаңыздар, ұнымыз дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Сол себепті 2-3 бөліп салуға тырысыңыздар. Сонда панкейктеріміз жұмсақ болып шығады. Осылай жақсылап араластырамыз. Бізде уже дайын болды. Енді табада пісіретін боламын. Табаға ешқандай май жақпаймыз. Жай ғана қызып тұрған табада пісіреміз. Менің табам кішкентай болғандықтан екеуден құйып пісіріп жатырмын. Егер табаларыңыз үлкен болса, бірден 4-5-еуін құйып пісіруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.